Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланың рахымы, мейірімі, берекесі, шарапаты, шапағаты баршаларыңызға болсын. Бір қиссада мың қисса хабарын бүгін айдарын жалғастырып, сіздерге Сүлеймен пайғамбардың тұсындағы бір оқиғаны баяндағым келіп отыр. Сүлеймен алейхиссалам аң, құстың тілін білген Алланың ұлы бір пайғамбарлардың бірі болады. Сүлеймен пайғамбар келе жатса, жолда ағаштың үстінде 4 торғай отырған екен. 4 торғайдың ортасындағы өзара әңгімесін Сүлеймен алейхиссалам естіді. Бір торғай былай деді: Алла тағала осы адамдарды жаратпай-ақ қойса болар еді деді. Екінші торғай оның сөзін естіп: жаратса жаратты ғой енді, бірақ бұл адамдар не үшін бұл өмірге келгенін, не себепті бұл өмірге жаратылғанын түсінсе ғой деді. Үшінші торғай: өмірге түсінгені жақсы ғой, бірақ ғибадат қылса одан да жақсы болар еді, соны түсініп отырып деді. Төртінші торғай: ғибадат жасағаны да жақсы ғой, өмірге келіп оны түсініп, мәнін, өмірге келген мақсатын түсініп ғибадат қылса жақсы ғой, бірақ сол ғибадатын шын ниет ықыласымен жасасын деді. Осы 4 торғайдың сөзіне біз 5-ші сөзді қосайық. Сол ғибадатыңыз, ниетіңіздің көрінісі жақсы амал, шынайы келбет болсын. Алла баршаларыңызға риза болсын бауырлар.